Сәлеметсіздер ме, қыздар? Менің жаңадан ашылған каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Мадина болады. Мен тоқу өнерін өте жақсы көргендіктен, және де сіздермен мастер-класспен бөлісу үшін осы каналымды аштым. Менің каналыма жазылуды және менің тоқу сабағым ұнап жатса, түсінікті болып жатса, лайк басуды ұмытпаңыздар, қыздар. Мен алдағы уақытта көптеген видео сабақтар саламын. Сол менің видео сабақтарымен бірге, менімен бірге тоқуды қаласаңыздар, менің каналыма жазылыңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Бүгін тоқитынымыз мынандай кішкентай бөпелер киетін пинетка. Мен бұл пинетканың бір сыңарын тоқыдым. Енді мен сіздерге екінші сыңарын тоқу арқылы бұны қалай тоқу керектігін үйретемін. Өте әдемі, өте сәнді. Осындай пинетка тоқығыларыңыз келсе, менімен бірге тоқимыз. Ал кеттік. Бұл пинетканы тоқу үшін біз бірінші бұның табанын тоқуымыз керекпіз. Бұл табанынан басталады. Сосын ортаңғы бөлігі жоғары көтерілеміз. Тұмсығын тоқимыз. Сосын үстіңгі бөлігін тоқимыз. Ең соңғы бұның жан-жақтарын әрлеп, сосын баулық тағамыз. Бұндай пинетканы тоқу үшін бізге ең бірінші мынандай біз керек. Мен екілік бізбен тоқимын. Және бұны тоқитын жіптерім мынандай серый цвет и ақ цвет. Бұл жіптің аты фирмасы Пехорка, детская новинка деп аталады. Бұл балаларға арналған аллергия бермейтін 100% акрилден тұрады. 50 граммда 200 метр. Ал ендеше қыздар, іске кірісеміз. Бірінші біздер табанын серый жіппен бастаймыз. Ол үшін біздер түйін жасап аламыз алғашқы. Осылай. Және арасынан бір торшаны шығарып түйіндеп аламыз. Енді осы түйінге орысша воздушная петля деп айтады. Торша деймін қазақша. 20 торша тоқимыз. Біреу арасына өткіземіз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Енді ілмектің басындағы торды санамағанда төменгі бірінші, екінші, үшінші торға біздер бір ілмекті жартылай таяқшаны тоқимыз. Арасына өткізіп алдық. Енді осы үшеуін бірақ тоқимыз. Бұл орысша айтқанда полустолбик деп айтылады. Ал мен енді қазақшаға тура мағынасында аударғанда ілмекпен жартылай таяқша. Осылай біреуін тоқыдық. Енді барлығы 17 осындай жартылай таяқша тоқылу керек. Біреуін тоқыдық. Әрі қарай екіншісі арасынан өткізіп шығарамыз. Және үшеуін бірақ тоқимыз. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 және ең соңғы 17. Мінекей, 17 жартылай таяқшаны тоқыдық. Енді 18-ші торша қалды соңғы. Біз бұған бір торшаға 6 осындай жартылай таяқша тоқимыз. Мінекей, біріншісі кетті. 2, 3, 4, 5, ең соңғысы 6. Жібін тартыңқырап қоямыз. Мінекей, сонда біздің тоқымамыз былай бұрылды. Енді екінші бетіне ең бірінші тоқылған торшаларымыздың бір бетіне 17 тоқыдық. Енді бұрылып, екінші бетіне де солай 17 жартылай таяқша тоқуымыз қажет. Кеттік. 1, 2, жіпті шалып аламыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 және де 17. Енді ең соңғы қалған 18-ші ортасына біздер тағы да 6 жартылай таяқша. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Біз мына жағынан да бұрылып бастаған жағымызға келдік. Енді бұны бастапқы көтерген торшамызбенен осылай қосамыз. Арасынан шығарамыз и мынаның арасынан өткіземіз. Бірінші ряд аяқталды. Енді екінші қатарға көтерілу үшін бір торша жоғары көтерілеміз. Бір воздушный петля дейді. Енді осы жерге
6 таяқша тоқимыз. Ілмексіз, жай ғана 6 таяқша. Келесі торға кіргіземіз. Жіпті іліп алып шығамыз, және де екеуінен бірақ тоқимыз. Келесі екінші таяқша дәл осылай 6 рет. Үшінші таяқша, төртінші таяқша, бесінші таяқша және алтыншы таяқша. Енді алдыңғы қатардағыдай бір ілмекті жартылай таяқша 3 рет қайталап тоқуымыз керекпіз. Келесіге торшаға жіпті іліп алып шығамыз да, осы үшеуін бірақ тоқимыз. Бұл бір ілмекті жартылай таяқша. Екінші, бұл да дәл солай. Үшінші, бұл да дәл солай. 3 торға бір-бірден 3 жартылай таяқша тоқып шықтық. Енді келесі бір ілмекті бір таяқша. Бұны қалай тоқимыз? Жіпті іліп аламыз. Келесі торға кіріп, жіпті ілмектеп, іліп алып шығып, менде 3 бас тұр, 3 жіп тұр. Соның екеуін бір тоқимыз, артынша екеуін бір тоқимыз. Бұл бір ілмекті бір таяқша. Осыдан жетеуін тоқуымыз керек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 жай таяқша тоқыдық, 3 бір ілмекті жартылай таяқша тоқыдық, 7 бір ілмекті бір толық таяқша тоқыдық. Енді келесі біздер бір торшаға мына 2 таяқшадан тоқимыз. Кеттік. Бір таяқша, және де осы торшаға, келесіге емес, осы торшаға тағы да біреу. Сонда бір торшадан біздер 2 таяқша, аша сияқты. Көрдіңіздер ғой? Осыдан 6 рет тоқуымыз керекпіз. Біреуін тоқыдық. Енді 5 рет қайталаймыз осыны. Келесіге тағы да 2 таяқша, біреу кетті. 2. Келесіге тағы да дәл осындай 2 таяқшада. 3, 4 мынаумен. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді 7 рет бір торға бір таяқшадан. Мына жағында тоқылғандай, соны енді қайталаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Бұл бір ілмекті толық бір таяқша болды. Енді бір ілмекті жартылай таяқша тоқимыз. 3 рет. Үшеуін бірақ аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Енді бір таяқшадан
жеті рет тоқимыз енді. Мына жақта 6 рет тоқыдық біз басында, енді мына жаққа келгенде 7 рет тоқылу керек. Іліп алып шығамыз жіпті, осы екеуін бірақ тоқимыз. Бұл таяқшаның өзі. Бір таяқша, екі таяқша, үш таяқша, төрт таяқша, бес таяқша, алты таяқша, және соңғы жетінші таяқша. Енді мына жақта 6 торша қалды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұлардың әр қайсысына 2-2 таяқшадан. Мына бас жағында тоқылғандай, бұл жақта бір ілмекті таяқша тоқыдық қой біз. Енді мына жақта ілмексіз жай қана таяқшадан пар-парлап 6 пар тоқуымыз керек. Кеттік. Біріншісі бір таяқша, және де осыған екінші таяқша. Бір, екі, әр қайсына екі таяқшадан. Үш, төрт, бес, ең соңғы алтыншы таяқшасы. Мұнда екеу тоқимыз. Бастапқы басталған торшамызға әкеліп қосамыз. Осылай. Екінші қатар аяқталды. Енді үшінші қатарды бастаймыз. Үшінші қатарға тағы да бір торша жоғары көтерілеміз. Және де бір ілмекті жартылай таяқшадан 10-ын тоқимыз. Жіпті іліп аламыз, келесі торшаға кіргіземіз де, жіпті іліп алып шығамыз. Осы үшеуін бірақ тоқимыз. Бұл бір ілмекті жартылай таяқша. Осыдан 10-ын тоқимыз. Біреу кетті, екеу, жіпті орап аламыз. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, және 10. 10 жартылай таяқшаны тоқыдық. Енді бір ілмекті бір таяқшадан 6-ын тоқимыз. Жіпті орап аламыз, келесі торға кіргізіп іліп алып шығамыз. 3 жіп болды. Осының екеуін бір және екеуін бір. Осыдан 6-ын. Біреу кетті, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Енді келесі торға біздер екеуін тоқимыз. Бір торға екі, бір ілмекті таяқшадан. Біреу, тағы да осы торға екіншісін. Аша сияқты болып шығады. Келесі торшаға біреу, бір ілмекті бір таяқшадан біреу. Келесі торшаға екеу, біреуін тоқыдық. Осы торшаға тағы да екіншісін тоқимыз. Келесіге біреу, келесіге екеу, екі, бір, екі, бір, екі болды. Келесі торшаға тағы да екеу. Біреу, және де біреу. Екеу. Келесі торшаға біреу.
келесі торшаға 2. Келесі торшаға 1. Келесі торшаға 2. Енді 6 бір ілмекті таяқшаны бір торшадан 6-ауына тоғышамыз. Бір-бірлеп. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кетті. Енді 12 жартылай таяқша тоқимыз. Келестен бастап. Жіпті орап аламыз. Торшаға бір жіпті іліп алып шығамыз да, осы үшеуін бірақ тоқимыз. Осындайдан 12-сін тоқимыз. Әр торшаға бір-бірден. 1 кетті. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді келесі таяқшаға 2-ін тоқимыз. 1, 2. Келесі таяқшаға 1 тоқимыз. Келесі таяқшаға да 2 тоқимыз. 1, 2. Келесі таяқшаға 1 тоқимыз. Келесі таяқшаға 2 тоқимыз. Келесі таяқшаға тағы да 2 тоқимыз. Келесі таяқшаға, келесі торшаға 1 тоқимыз. Келесі торшаға 2 тоқимыз. Келесі торшаға 1 тоқимыз. Келесі торшаға 2 тоқимыз. Енді ар жағында 3 торша қалды. Бұларға бір-бірлеп тоқып шығамыз. 1, 2, және тағы да 1, 3. Бастапқы басталған жеріне қосамыз. Бұл 3-ші қатар. Енді 4-ші қатар тоқимыз. Бір торша жоғары көтерілеміз. Воздушная петля. Ілмекті іліп аламыз. Келесі торшадан бір жіпті іліп алып шығамыз да, бір ілмекті, бір таяқша. 1, 2. Көрдіңіздер. Келесі торшадан тағы да бір жіпті іліп аламыз да, бірін іліп, 2-ін бірлеміз, 2-ін бірлеміз. 2 болды. Осындайдан 15 тоқуымыз керекпіз.
Екеуін бірлеміз, үшеу болды. Екеуін бірлеміз, төртеу болды. Бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 бір ілмекті таяқша тоқыдық. Енді келесі торшаға екеу тоқимыз. Біреу, және осы торшаға екіншісін. Келесіге біреу. Одан кейінгіге тағы да біреу. Келесіге екеу. Бір торшадан екеу. Келесіге біреу. Одан кейінгіге де біреу. Екі, бір, бір, екі, бір, бір болды. Келесіге екеу. Келесіге біреу. Келесіге тағы да екеу. Келесіге біреу. Одан кейінгіге де біреу. Келесіге екеу. Келесіге біреу. Келесіге де біреу. Одан соң бір торшадан екеу. Екі, бір, бір, екі. Бір, бір, екі, бір, екі, бір, бір, екі, бір, бір, екі. Енді ары қарай әр торшаға бір ілмекті таяқша тоқып шығамыз. 21 рет. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, бір
ілмекті таяқшаны тоқып шықтық. Енді әрі қарай келесіге екеу тоқимыз. Келесіге екеу, біреуін тоқыдық, және де осыған тағы біреу, екеу. Аша сияқты болып шығады, ол белгілі болады. Бір торшаға екеу тоқылғаны. Әрі қарай біреу тоқимыз. Әрі қарай біреу тоқимыз. Одан соң тағы да біреу тоқимыз. Екі торшаға бір-бірден тоқып шықтық. Келесіге екеу. Біреу, және де осы торшаға тағы да біреу. Келесіге біреу. Одан кейінгіге де біреу. Одан соң екеу. Одан соң тағы да бір-біреуден әр торшаға бір-бірден екеу тоқып шығамыз. Екі, бір-бір, екі, бір-бір, екі, бір-бір болды. Енді тағы да екеу. Бір торшадан екеу шығарамыз. Аша қылып. Енді бір-бірден бөлек-бөлек екі торшаға. Одан соң екеу. Бір торшадан екеу шығады. Қазір мен сіздерге айтып шығамын. Жаңылсып кетіп жатсаңыздар, қарап алыңыздар. Екі, бір-бір, екі, бір-бір, екі, бір-бір, екі, бір-бір, екі. Одан соң әр торшаға бір-бірден 5 таяқша. 1, 2, 3, 4, 5. Бір-бірден тоқып шығамыз соларға. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, ең соңғы 5-ші. Бірінші бастаған, төртінші қатарымыздың бірінші бастаған жеріне соңын қосамыз. Мінекей. Біздің пинеткамыздың табаны дайын болды. 4 қатар небәрі. 1 қатар, 2 қатар, 3 қатар, 4 қатар. Енді біздер мынадан жоғары көтерілу үшін табанын бітірдік. Енді бұлай жоғары көтерілеміз. Ол үшін тағы да бір торшамен жоғары көтерілеміз. Енді ілмекті арт жағынан алып келеміз де мына жаққа шығарамыз. Келесі торшаның жанынан шығып, жіпті іліп, осылай шығарып аламыз. Екеу болды. Осыны бір тоқимыз. Тағы да келесі торшаның арасынан кіреміз. Жанындағы торшадан. Осы жерде өзі бір торша тоқыдық қой, мінекей. Соның арасына кіруіміз керекпіз, мінекей. Осыны бір іліп алып тоқимыз. 2 болды. Тағы да келесіге үшеу болды. Осылай таяқшалардың
артқы жағынан ілмекті салғанда келесі жағынан былай шығарып, жіпті іліп, осы жолмен шығасыз да и бір тоқып жібересіз. Сонда мынау осылай болып жоғары көтерілу қажет. Дұрыс па? Тағы да келесі арасына кіргіземіз, осылай шығамыз. Арасына кіргіземіз, жіпті алып шығамыз, осы екеуін бір тоқып жібереміз. Қатты тартып тоқымаңыздар, өйткені табанын жақсы созылу үшін өте қатты тартып тоқымаған абзал. Орташа қылып тоқыңыздар. Осылай айналдырып тоқып шығамыз мына жаққа дейін. Осылай соңына дейін тоқимыз. Біз жақындап қалдық. Соңғысы. Соңғы таяқшаның үстіңгі жағынан аламыз да бірінші бастаған торшамызға әкеліп қосамыз. Мынау табаны. Мынау біз бір қатар жоғары көтерілдік. Енді келесі қатарға бір торша жоғары көтерілеміз де, осы әрбір басқа, әрбір тоқылған торшаларға тағы да үстінен бір-бір қатар таяқша тоқып шығамыз. Арасына кіргіземіз, жіпті орап алып шығамыз да, екеуін бір тоқимыз. Әрбір торшаға бір-бір таяқшадан осылай тоқып шығамыз. Менде не бәрі айналдыра санағанда 80 петля, 80 бас шықты. Енді бұл әркімде әртүрлі шығуы мүмкін. Сіздерде 1-2 бас кем шығуы мүмкін, болмаса 1-2 бас артық шығуы мүмкін. Ол ештеңе етпейді. Қорықпаңыздар. Ол ештеңеге әсері жоқ. Оны тоқу барысында көре жатасыздар енді. Осылай әрбір торшаға бір-бір таяқшадан тоқып шығамыз. Әрі қарай өздеріңіз тоқи беріңіздер. Мен айналдырып тек осы рядтың соңына келгенде тағы да көрсетемін. Тоқып болып қалдық. Бұл табанын бітіргеннен кейін жоғары қарай көтеріліп жатқан екінші қатарымыз. Жақындап қалдық. Бірінші көтерілген торшаға әкеліп қосамыз осыны. Екеуін қосамыз. Екі қатар біз жоғары көтерілдік. Біздің
башмағымыз уже жоғары қарай көтеріліп келеді. Енді біздер әрі қарай серый жіпті қиып тастаймыз. Қиып алып тастаймыз. Енді ақ жіппен серый жолды бітірдік. Енді ақ жолмен жоғары көтерілеміз. Ақ жіпті аламыз. Башмақтың артқы жағында ортаңғы петляларына ілмекті салып, ақ жіпті алып шығамыз арасынан. Және де ұзын жіпті былай қойып, астында қысқа жіпті сол қолымызбен баса отырып, келесі торшаға ілмекті салып, жіпті іліп шығып, осылай жіпті жасыра отырып тоқимыз. Дәл осылай бір-бір таяқшадан тоқып шығамыз. Және де осы қатарда ешқандай қысқартпаймыз, ұзартпаймыз. Қалай бар, солай бір қатар тоқып шығамыз. Әр торшаға бір-бір таяқшадан осылай тағы да бір қайталап шығамыз ақ жіппенен. Осы тоқу барысында қосылған секілді арасында кесілген жіптерді өстіп жіптің астына қойып отырып, жасырып тоқып кетсек, ешқандай жіпті қиюдың да қажеті жоқ. Оны жасырып астына қарай кіргізіп жіберген соң, білінбей сол қалпында қалады ол. Тарқатылмайды ол. Мына жіпті де сол қолымызбен баса отырып, келесі торшаға ілмегімізді кіргізіп, осылай үстінен тоқып кете береміз. Ол бір жағынан ыңғайлы, әрі оңай. Жіпті өңдеп, оны астына тығып, әуре болмаймыз. Неке астына салып жібердік. Ештеңе көрінбейді. Ешқандай білінбейді. Осылай соңына дейін тоқып шығып, бірінші басқа қосатын жерде кездесеміз. Неке жақындап қалдық. Ақ жіппен тоқылатын рядқа енді бірінші торшаға қосып аяқтадық. Енді келесі қатарда тағы да бір таяқша жоғары көтерілеміз. Тағы да осылай бір-бір таяқшадан әрбір торшаға тағы да бір қатар тоқып шығамыз. Бұл қатардың ерекшелігі, екі қапталынан бір-бір торшадан қысқартамыз. Өйткені біздің бұл башмағымыз бұлай жайылып кетпес үшін, ішіне қарай кішкене бүйтіп тартылып тұру үшін, екі жақтан бір-бір бастан қысқартып жібереміз. Қазір мен оны жұмыстың барысында сіздерге көрсетіп кетемін. Әрбір торшаға бір-бір таяқшадан. Енді оның нақты бір санап тұрып қысқарт деп айтпаймын. Кез келген қарама қайшы екі жағынан қысқартсаңыз болады. Ол өкшесі бола ма, бас жағы бола ма, екі қапталы болады ма, қарама қарсы жағынан бір-бір бастан қысқартсаңыз жетеді. Мен екі жақтан қысқартамын.
Енді мен осы жерден қысқартайын. Мына келесі торшаға ілмегімізді салып, жіпті орап алып шығамыз, оны тоқымаймыз. Келесі торшаға да салып, жіпті орап алып шығамыз. Мінекей 3 торша болды ғой. Осыны бірақ тоқимыз. Сонда біз бір басты қысқарттық бұл жерде. Дәл осылай келесі бетінде де қысқартсақ жетіп жатыр. Осылай әрі қарай тоқи береміз. Енді сіздер осы тоқыма өнерін енді бастап, енді үйренгілеріңіз келсе, осы YouTube каналынан қарап тоқсаңыздар болады. Енді алғашқысында сәл қиындау болуы мүмкін. Әлде дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Бұл тоқу өнерде көптеген еңбекті қажет етеді. Сондықтан да біреуін іліп алдық, екіншісін тағы да іліп аламыз. 3 бас болды, осыны бір тоқып жіберсек, бір басты қысқарттық. Мен екі жағынан 2 басты қысқарттым. Сіздер өздеріңіз қараңыздар. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Маған қоятын сұрақтарыңыз болса, осы астындағы комментарийға жазсаңыздар болады. Бізде ақ жіппен тоқылған екінші қатардың соңына жақындап келдік. Алдыңғы көтерілген торшаменен екеуін қосып осылай шығардық. Біздің пинеткамыз көтеріліп келеді. Енді тағы да дәл осылай ақ жіппенен тағы осылай бір қатар жүргіземіз, бірақ ешқандай қысқартпаймыз. Қалай бар, солай тағы да бір қатар жүріп шығамыз. Ал кеттік. Бір торша жоғары көтерілеміз. Келесі торшадан бастап бір таяқша, 2 таяқша, осылай соңына дейін. Қолдарыңыз үйреніп қалған болар уже. Осылай соңына дейін тоқимыз. Мінекей ақ жіптің 3-ші қатарының соңына келіп жеттік. Ең бірінші бастаған көтерілген торшамызбенен соңғы торшамызды қостық. 3-ші қатар, ақ жіптің 3-ші қатары аяқталды. Енді мынау секілді 3-ші қатардан кейін артқы жағына мынандай серый жіптен жолақ саламыз. Оны қалай істейміз? Қазір көрсетемін. Мына жіпті қимаймыз. Бұл жіп осылай тұрады. Енді мына тоқығанымызды осылай бір-біріне қабыстырып, артқы бөлігінің ортаңғы торшасын табамыз. Ол как раз мынау жіп тұрған жер сол дәл ортасы болып табылады. Ортаңғы бөлігін табу керек. Сол ортаңғы бөліктен, ортаңғы бөліктегі тұрған торшаны санамағанда, оңға қарай 12 торша санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
осы жерге қазір серый жібімізді байланыстырамыз. Серый жіпті арасынан өткізіп шығарамыз. Мен алдыңғыда көрсеткендей, кішкене жіпті сол қолымызбен қыса отырып, келесі торшаға ілмегімізді салып, жіпті суырып шығарып, бір таяқша тоқимыз. Мына жіпте арасына қыстырылған соң, ол енді тарқатылмайды. Келесі торшаға жіпті іліп алып шығып, екінші мына жіпті арасына салып кетеміз. Үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы. 6 жай таяқша. Ілмексіз әр торшаға бір-бір таяқшадан 6 рет тоқимыз. Бұдан соң бір ілмекті жартылай таяқша деп айттық қой. Полустолбик. Табанымызды бастағанда бірінші рядта біз тоқыдық. Жіпті іліп аламыз, келесі торшаға кіргізіп, бір жіпті іліп алып шығамыз да, осы үшеуін бірақ тоқимыз. Мінекей, жартылай. Бір ілмекті жартылай таяқша осы. Осыдан 13 рет. Біреуін тоқыдық, келесі екеу. Мынаны іш жағына қарай кіргізіп қойсаңыз болады. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13. 13 жартылай таяқшаны тоқып шықтық. Мына жібіміз ішінде осылай тұр. Енді әрі қарай 6 рет жай таяқша. Ешқандай жіпті шалып алмаймыз, мынандай қылып. Тек жайша ғана торшаға кіріп, бір жіпті іліп алып шығамыз да, екеуін бірақ тоқимыз. Бір таяқша, екі таяқша, үш таяқша, төрт таяқша, бес таяқша и 6 таяқша. Осы жерде жіпті қиямыз. Бұлай екі жағынан бірдей қылып тоқып шықтық. Енді мына қалдырып кеткен ақ жібімізді сол жіптің қатар бойынан мына торшаның арасынан осы ақ жіпті бұлай шығарып аламыз үстіңгі қатарға. Мынаны мейлінше қысқартып осы жерге бір жоғары қарай бір торша көтерілеміз. Және осы қатарға айналдыра ілмексіз таяқшаменен тоқып шығамыз. Келесі торшаға ілмегімізді кіргізіп, жіпті шығарып, бір таяқша осылай тоқи береміз. Екі таяқша, үш таяқша, төрт таяқша. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Мына жіпті мен алдында көрсеткендей арасына салып, білдіртпей үстінен тоқып кете береміз.
келдік. Келесі торшаға кіргізіп, осылай тоқып кете береміз. Білінбейді, астында қап кетеді. Ол тарқатылмайды. Егер кішкене ұшы көрініп қалып жатса, оны қайшымен қиып жіберуге болады. Ештеңке де етпейді. Екеңіз. Кішкене бір ұшы қалып кетсе, оны қайшымен қиып жіберуге болады. Осылай, соңына дейін тоқып шығамыз. Соңғы жерге келдік. Енді біріншімен соңғыны ортасын қосамыз. Және де тағы да осылай бір қатар жүріп өтеміз. Сонда біздер ақ жіппенен 5 қатар жүреміз. 1, 2, 3, 4. Енді бір қатар жүрсек, 5 қатар жүруіміз керек. Бір торша көтерілеміз. Әр торшаға бір таяқшадан осылай тағы да бір жол тоқып шығамыз. Әрі қарай өз беттеріңізбенен тоқып шығыңыздар. Осы қатардың соңына келгенде сіздерге көрсетемін. Қатардың соңына таяп қалдық. Бастапқы тормен соңғы торды қосып аяқтаймыз. Екеңіз 5 қатар ақ тоқыдық. Жолақты салдық. Енді бұл ақ жіпті қиып тастаймыз.